үйден видеоны қосып, әр сөзді оқылуын қарап тыңдаймыз. Абайдың шаңырағы. Үй ішіне кіргеннен кейін әуезде көпке дейін үнсіз бір орында тұрып қалды. Оң жақта сүйек төсек тұр. Одан жоғары орналастырылған кітап шкафы, әсіресе 3 шекті домбыра әуездің көзіне жылы ұшырап, ыстық көрініп кетті. Төр алдында жазылған қызыл күрең кілемнің үстіндегі жеке-жеке қонақ көрпелер мен дөңгелек үстел Абайдың да алыста жүрмегенін аңдатқандай сезім құшағына бөледі. Қазір-ақ Абайдың «Нағашы, төрлетіңіз» деген қоңыр дауысы естілетін сияқты. Қатты толқуға түскен әуез «Алда қарағым Абайжан-ай» деп қалды. Үлкен адамның қобалжыған күйін аңғарған Кәрім «Ау» деп сөз аралатты. Нағыз Сахараның ақ күмбезі ғой мынауыңыз. Көз талдыра жан-жағына қарасқандардың үнсіздігін әлден соң әуез бұзды. Қайырлы болсын, біз бұдан артық не тілейміз? Бәріңе де рахмет. Осылайша тілек еткен әуез төрге шығып жайласқан еді.